Жаңа вирус ойлап тапқаннан кейін маймылдар ақылды болып, адамзат ақымақ болады. Алайда кейбір маймыл тайпалары әлемді жаулап алу үшін өркениет мұрасын пайдаланғысы келеді. Фильм маймылдарды ақылды етіп, керісінше адамдарды өшірген вирустың пайда болуы туралы қысқаша тарихи анықтамадан басталады. Шимпанзе Цезар адамзатқа қарсы тұру және жаңа түпті әлем құру үшін маймылдарды біріктірді. Ол қайтыс болғаннан кейін, көптеген ұрпақтардан кейін табиғат өркениеттен өз жолын алды. 3 жас шимпанзе Ноа, Аная және Суна бүркіт жұмыртқаларын іздеп, жасыл зәулім ғимаратқа көтеріледі. Алайда Ноа жұмыртқа жетіспейді. Тайпа заңдарына сәйкес барлық жұмыртқаларды ұядан алуға болмайды. Содан кейін ол басқа ғимаратқа секіреді. Онда ол басқа ұя табады. Оралған бүркіт приматты төмен түсіреді. Құлаған кезде ол әрең ілінеді, бірақ жұмыртқаны ұрлап үлгерді. Үйге оралмас бұрын үштік орманда біреуді байқайды. Приматтар қашып бара жатқан адамды қуады, бірақ тек шапан табады. Олар бүркіт жұмыртқалары қажет болатын кәмелетке толу рәсіміне дайындалу үшін үйге олжамен оралады. Тайпа сұңқар аулау арқылы сәтті өндірілген жұмыртқа туралы айтатын Нұхтың әкесі бүркіт шебері ретінде маңызды лауазымға ие. Алайда адамның шөберегі әкесіне алаңдаушылық тудырады. Кешке ол жауынгерлерді ақ терілерді алыстату үшін орманға жібереді. Түнде бүкіл тайпа тыныш ұйықтап жатқанда Нұх лагерде жасырынған адамды байқап, оны қуып жібереді. Бірақ қақтығыс кезінде адам кездейсоқ бүркіт жұмыртқасын сындырды. Әкесін ренжітпеу үшін Ноа ертеңгі рәсімге дейін жаңасын алуға шешім қабылдайды және атпен елді мекеннен кетеді. Түнде болған әлетті байқаған Ноа электр қаруы бар рейдерлер тайпасы өлтірген өліп бара жатқан жауынгерге тап болады. Ол қарақшылардан жасырынып жүр, бірақ олар оның үйіне қайтып келе жатқан жылқысын байқайды. Ноа ізімен жүгіреді, ал ауылға жеткенде ол қазірдің өзінде жанып жатыр. Басқыншылар туыстарын тұтқынға алады. Ол оларға көмектесуге тырысады, бірақ мылтықпен соққы алады. Дүрбелеңді пайдаланып, Ноа әкесі құстарды жіберетін сұңқарға көтеріледі. Содан кейін рейдерлердің жетекшісі горилла пайда болады. Қарақшы Нұхтың әкесімен күресіп, оны төбесінен төмен түсіреді. Таңертең күлден оянған Нұх қайтыс болған әкесін табады. Оны жерлегеннен кейін примат туыстарын тауып, үйіне қайтаруға ант береді. Содан кейін ол табылған басқыншылардың шокерін ұстап алып, жолға шығады. Оның жолы туннель арқылы өтеді. Онда олар бір күн бұрын джунглимен көмкерілген қалаға тап болды. Анасының орамалын тапқаннан кейін Ноа дұрыс жолмен келе жатқанын түсінеді. Белгісіз жерде оттың алдында мазасыз түнді өткізгеннен кейін Нұх таңертең әкесінің сұңқарын көреді. Ол құсты қолға үйретуге тырысады, бірақ ол табанын тырнап ұшып кетеді. Алыстан түтін бағанасын байқаған шимпанзе барлауға барады, бірақ тесікке түсіп кетеді. Төмендегі жерлеу отына құлағаннан кейін оны керемет шатастырған жүзім бұталары құтқарады. Ноа шатасып, орангутан рак ауруымен танысады. Сэр Пратчеттің келесі өсиеті лайықты орангутанға сәйкес, қатерлі ісік бұл кітап сақтаушы, постапокалиптикалық кітапханашының бір түрі. Сондай-ақ ол Цезардың ілімі туралы айтады. Оның заңдары бойынша маймылдар әлі күнге дейін өмір сүреді. Адамдармен қабырға суретін байқаған рак Ноаға адамдар бір кездері басым түр болғанын түсіндіреді. Жылқыға оралғанда Ноа оның жанында қандайда бір жабайы адамның тамақ ұрлап жатқанын байқайды. Ол онкологиялық аурулардың бұлай жасамауын өтінгеніне қарамастан оны қуып жібереді. Содан кейін олар бірге қалықтаған сұңқармен бірге жолға шығады. Кешке тоқтаған кезде орангутан тағы да адамды байқап, оған тамақ лақтырып, жест ишарамен емделуге шақырады. Адам жас қыз болып шығады. Қатерлі ісік оны ескі маймылдың Ноа дәстүрі бойынша атайды және жылыну үшін көрпе береді. Ұйқысыздықтан зардап шеккен Ноа округті аралайды. Ол үлкен телескопты табады. Оған қарап, шимпанзе ғаламның ұлылығына енеді. Кейін Ноа келіп, окулярларға да қарайды. Таңертең Ноа қатерлі ісікке қыздың маймыл сияқты ақыл ойы бар екенін айтады, бірақ бұл оны сиқыршыда түсіруден құтқармады. Ноаны өзімен бірге алып, приматтар жолды қайта бастайды. Олар зебра деп аталатын монохромды жылқылардың табынына тап болады. Суаруға басқа адамдар да келеді. Қатерлі ісік адамдар арасында жаңасымен бірге болғысы келеді, ал Ноа саяхатты жалғыз жалғастырады. Бірақ олар горилла Сильва бастаған рейдерлер пайда болған кезде екіге бөлінуге уақыт жоқ. Олар адамдарды торға және тұзаққа түсіру арқылы аулайды. Олар Ноа мен рак ауруын сырттан бақылайды. Ноа желіге әрең жетеді, бірақ қашып кетеді. Оған көз салған горилла Сильва қызды қуады. Ол және оның серіктестері оны биік шөптің өрісіне айдайды. Оның екінші шетіне Ноа атпен шығады.
Оны байқаған Ноа толық биіктікте тұрып, шимпанзелерді шақырады. Сильва мен Ноа қашып бара жатқан қызға жарысады. Ноа оны алдымен ұстап алады, горилланы қағып, табанымен ұрады. Оларды рейдерлік шабандоз қуады, бірақ пайда болуы клубты шаяндар қашқындарды құйрығынан босатады. Жылқыларды босатқаннан кейін Ноа орангутанға қыздың сөйлей алатындығын айтады. Ол сенбейді, бірақ Ноа маймылдарға бұрылып, оның есімі Мэй екенін айтады. Ол адамдардың қонысынан шыққанын, онда вирустан бас тартпағандар мен сөйлеу қабілетін сақтағандар жеткілікті екенін айтады. Мэй маймылдардың қаһарынан қорқып, ерекшеленбеу үшін үнсіз қалды. Ноа оған сенбейді, бірақ көрпемен бөлісу арқылы дұшпандықты жеңеді. Сондай-ақ шимпанзелер трофей шокерін жөндей алады. Таңертең саяхатшылар өзеннің үстіндегі ағаш көпірге шығады. Ол арқылы өтіп бара жатып, олар Сильваның рейдерлерінің тұзағына түседі. Маймылдармен күресіп, Мэй өзенге құлайды, бірақ Рак оны құтқарады. Оның өзі шыға алмайды. Горилла арқанды кесіп тастағанда турбулентті ағын ғалым орангутанды алып кетеді. Рейдерлер Ноа мен Мэй тұтқындарын мұхит жағалауында алып кемелердің шіріген қаңқаларының жанынан өткізеді. Осындай жағаға шығарылған кеменің ішінде маймылдар қонысының шекарасы орналасқан. Онда тұтқындағы маймылдар ауылдарды теңіз толқындарынан қорғайтын жағалау нығайту үшін жұмыс істейді. Ноа жер асты бункерінің үлкен қақпасын байқайды. Сонымен қатар Сунамен және басқа туыстарымен, соның ішінде анасымен кездеседі. Сильва Мэйді бөлек бөлмеге қамау үшін алып кетеді. Айналаға қарап, қыз адамзат өркениетінің көптеген жәдігерлерін, соның ішінде кітаптарды байқайды. Кенеттен ақылдылық пен сөйлеу қабілетін сақтаған тағы бір адам ақсүйек Треватан пайда болады. Ол жергілікті патша Проксимус Цезардың кеңесшісі болып қызмет етеді. Сондықтан Мэй оны сатқын деп санайды. Құбырлардың шырылдағанын естіген адамдар қабырғадағы тесік арқылы аулаға қарайды. Онда Бонобо тұқымының патшасы Проксимус, ергежейлі шимпанзелер шығады. Ол Цезар мұрасы туралы жігерлендіретін сөз оқиды. Ол маймылдар бірге күшті деген математикалық даналықты білдірді. Содан кейін патша бункер қақпасын бұзуға тырысады. Бірақ жылқылар мен маймылдардың біріккен күштері тіпті жарылғыш затты жарып жібергеннен кейін де жетіспейді. Сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Проксимус жаңа Мэй мен Ноаны кешкі асқа не қалайтынын түсіндіруге шақырады. Оның пікірінше, жер асты бункерінде маймылдарға технологиялық прогресті үйрететін адам даналығының мұрасы бар. Бұл маймылдарға адамдардың қауіп-қатерінен арылып, үстем түр мәртебесін алуға мүмкіндік береді. Патша Мэй кіреберісті қалай ашуды білет деп күдіктенеді. Түкті барлау мәліметтері бойынша, ол карта бойынша жерасты қоймасына мақсатты түрде көшті. Ноа қыздың көрінгендей қарапайым емес екенін және оған бекер сенбегенін түсінеді. Алайда патшаның оны өз жағына тарту әрекеті де сәтсіздікке ұшырайды. Шимпанзе Проксимус субъектілерінің көпшілігі жай ғана құлдар екенін түсінді, соның ішінде кешкі асқа қызмет ететін Аная. Бірақ патша дәл қазір адалдыққа ант беруді талап етпейді. Ноа кейінірек пирсте болған оқиға туралы ойлағанда, оған әкесінің сұңқары ұшып келіп, оны жол бойы ертіп жүреді. Құс бағынудың дәлелі ретінде оның табанына отырады. Әкесінің қабірінде тайпаларды үйге қайтару туралы уәдені ескере отырып, Нұх мамырмен бірігуді шешеді, бірақ алдымен оның шынайы себептерін анықтау керек. Жеке әңгімеде қыз қоймада адамдарға сөйлеу қабілетін қайтаруға болатын кітап бар екенін мойындайды. Бірақ Ноа бұған көп сенбейді, бірақ оған есіктерін ашуға көмектесуге келіседі. Мамырдың білімі мен Сунаның қолдауын пайдалана отырып, Ноа өз жоспарын жүзеге асыруға кіріседі. Олар Анайды байқаған кезде қыз дайындаған жарылғыш заттарды алады. Патшаның даяшысы өз көмегін ұсынады. Олар қорғаныс жағалау білігін тауып алады. Бұл істің артында оларды Треватан ұстап алады. Қарт қызды жоспардан бас тартуға тырысады, бірақ ол оларды тапсырамын деп қорқып, оған шабуыл жасайды және оны өлтіреді. Ұштары суға түседі, мәйітті мұхитқа тастау арқылы серіктестер шешеді. Содан кейін олар жасырын кіреберіске қарай жағалаудағы жартастардың тар жолағын аралайды. Бұл жоғарғы жағында, сондықтан шимпанзелер жартастарға көтеріліп, мамыр айының ұқсас қозғалыстарына аз бейімделген. Жоғарғы қабатта қастандық жасаушылар желдеткіш білігі бар алаң табады. Ол арқылы жер асты қоймасына көтеріліп, приматтар мен қыз баспалдақпен төмен түседі. Жылдар бойы қызмет көрсетусіз бұзылмаған электр қуатын қосқанда, келушілер зындандарды тексереді. Мамыр қару-жарақтан басқару пультін тауып, қатты дискіні шығарады. Осы уақытта шимпанзелер мектеп кеңсесін тексереді. Онда олар балаларға арналған суретті кітапты табады. Онда адамдар басым түр ретінде бейнеленген, ал маймылдар хайуанаттар бағында торларда ұсталады. Көргендерінен көңілі қалған олар, соған қарамастан, ол кетуді ұсынған кезде Мамырдың соңынан ереді.
Жол жақсы уақытқа дейін сақталған әскери техника мен ангардың жанынан өтеді. Мамыр ішінен қақпаның ашылуын бастайды. Күн сәулесімен бірге оларды горилла тәрізді король Проксимус күтіп тұр. Патша Нұхты жасаған жұмысы үшін мақтайды, тіпті оның бүкіл тайпасын жеңісті бөлісуге шақырды. Бірақ сонымен бірге ол кімнің жағында, олармен немесе адамдармен бірге екенін дереу шешуді талап етеді. Мидың жұмысын ынталандыру үшін Проксимус Сунаны кепілге алуды бұйырады, ал оның сынықтары оны пышақпен қорқытады. Ноа жауаппен баяу жүргенде найзаға естіледі. Мамыр қару-жарақтан револьверді мұқият ұстап алды, одан Сунаны кепілге алған приматты атып тастады. Алайда Проксимус нәтижеге риза. Ол қоймада осындай қаруларға толы екенін түсініп, Мамырды босатады. Бірақ қыз техниканы приматтарға қалдыру қауіпті екенін түсінеді. Ол детонаторға, түнде ақылды түрде салынған жарылғыш затқа жүгіріп барып, оны іске қосады. Қорғаныс білігі түтін клубтарында жоғалады, ал ол тараған кезде мұхиттың саңлаудан өтіп, оны қысыммен кеңейтетіні көрінеді. Биік жерде тұрып, Мей су ағыны маймылдарды бункерге кіргізіп жатқанын көреді. Мұхит қойманы біртіндеп су басады. Бұл приматтарды баспалдақпен жоғары және жоғары көтерілуге мәжбүр етеді. Тайпаларға шығу жолын көрсететін Ноа Сильвамен соқтығысады. Горилла қазір тітіркендіргіш көтерілуді бір жола тоқтатудың ең жақсы уақыты деп шешеді. Өткелдерді қуу екеуінің де суға түсумен аяқталады. Онда әскери басшы шимпанзелерді қууды жалғастырады. Өлшемдердің айырмашылығын пайдаланып, Ноа горилланы батысқа қарай тартады. Ол шыға алмайтын тар жол. Ол қалған суға батып бара жатқанын көріп, жаудың үстінде тұр. Желдеткіш арқылы шыққаннан кейін Ноа туыстарымен кездеседі. Бірақ содан кейін оған Проксимус шабуыл жасайды. Патша өзіне таңқурайдың бәрін сындырған шимпанзені ұрып, қалғандарына өзінің күшін көрсетеді. Алайда жараланған Ноа мейірімділік сұраудың орнына бір түрлі ән шырқай бастайды. Одан кейін оны басқа тайпалар басып алады. Проксимус олардың үстінен қалықтаған жыртқыш құстарды шақыратынын түсінбейді. Тайпа ұзақ жылдар бойы сұңқар аулаумен айналысқаны бекер емес. Қауырсынды авиация патшаға шабуыл жасайды, оны жартастан көбік серфингіне итереді. Үйге оралғанда тайпа елді мекенді қалпына келтіреді. Бірде Ноа алыстан Мамырды байқайды. Ол қоштасуға келді, дегенмен шимпанзелер оған бұрынғыдай бүкіл әлемде үстемдік етуді армандайтын басқа адамдар сияқты сенбейді. Алайда ол оған тым көп сенбейді және кез келген жағдайда револьвер ұстайды. Соған қарамастан, Ноа қоштасу үшін Мейге Цезар идеалдарына және адамдар мен маймылдардың бейбіт қатар өмір сүруіне сенген Раки медалін береді. Ноа Сунамен бірге телескопты көруге барады. Мамыр осы уақытта карантиндегі әскери бункерге оралады. Ол жер асты қоймасынан алынған қатты дискіні береді. Бұл ғарыштық спутниктер үшін шифрлау кілті болып шығады. Оның арқасында дүние жүзіндегі интеллектін жоғалтпаған адамдардың базалары қайтадан байланыс орнатып, өз әрекеттерін үйлестіре алады. Бұл фильм жаңа айналымға шығатын адамдар мен маймылдардың қарсыласуынан айырмашылығы аяқталады. Лайк басып, пікірге өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Егер жолдан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіз үшін бұл бірнеше секунд, ал мен үшін 100 мың жазылушыға бастап барар үлкен қадам. Тезірек 100 мыңға жеткізіп тастайық. Келесіде кездескенше.